Қазақстанның Бельгиядағы елшілігінің қолдауымен республика күніне орай Брюссельдегі әйгілі манекен пиз мүсініне ақшапан жабылып, бөрік кигізілді. Жулиен есімді бала мүсінге Бельгиямен достық қатынасы мығым мемлекеттердің ұлттық киімін кигізу дәстүрге айналған. Брюссельдің ең танымал ескерткішін көруге жылына 6,5 миллионнан астам турист келеді екен. Шетелдіктер қазақтың ұлттық киімін киген кішкентай бала мүсінімен таласа суретке түсіп, елдің мәдениеті жайлы біраз мағлұмат алды. Сондай-ақ мерекенің құрметіне бауырсақ пен Қазақстан шоколадынан дәм татты. Бала мүсінді киіндіру дәстүрі 19 ғасырдан бастау алады. Қазір оның 1000 астам костюмі бар екен. Соның ішінде қазақтың шапаны мен бөрігі бары қуантады. Брюссель билігінің бізді қолдап, республика мерекесін бізбен бірге атап өтуі Қазақстан үшін үлкен құрмет. Брюссель Бельгияның ғана емес, Еуропаның астанасы. Әрі бұл көптеген еуропалық институттар мен халықаралық ұйымдар орналасқан шаһар. Маңызды оқиғаға орай Манекес пистің киімі ауысып тұрады. Мұнандай ғажап шапанға алғысымыз шексіз. Қалатынан өзінің 35 жылдық мерейтойын атап өтіп жатқан керемет ел Қазақстанның барлық өкілдеріне қош келдіңіздер деймін.